Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен, Мерал Раушан. Бізде бүгін мен қалай намазға келдім айдары, және де біздің бүгінгі қонағымыз Алматы қаласындағы Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университетінің түлегі, ислам танушы, және де мен әріптесім Таңжарық Нұрай ханым. Нұрай, қош келдіңіз бағдарламамызға. Ассаламу алейкум, қош көрдік. Мен бағдарламаңызға шақырып жатқаныңызға рахмет. Сізге де көп рахмет. Бір ауыз сөзімді жерге тастамай, осылай келіскеніңізге көп рахмет. Енді бүгін мен мынандай тақырыпты қозғағым келіп отыр да. Жалпы негізі бұл бағдарламаны дейік, шағын ғана подкастымызды түсірудегі негізгі мақсатымыз жалпы қыз келіншектерге, әйелдерге пайдалы болсын деген мақсатта түсіріп отырмыз. Әрбір адамның намазға келудегі, орамалға келудегі өзіндік бір тарихы бар. Оның үстіне сіз енді дін маманысыз, қазіргі кезде жастарымыздың көбісі ислам танушы болуға қызығады, психолог болуға қызығады деген сияқты. Бірінші сауалым осылай, яғни сіз намазға қалай келдіңіз? Мен намазға 8-ші класста келген болатынмын. Ол кезде мектеп оқушысымын. Биге қатысатын болдым, театрға қатысатын болдым. Әншінің артында подтанцовка жасап, қойылым көрсететін болдық. Яғни биледіңіз да? Биге қатыстым. Сол жылы экспо 2017 болып жатырған болатын. Біздің бейік группамызда Ақтөбенің атынан экспоға өнер көрсетуге бардық. Өнер көрсеттік, биледік. Қайтып келген кезде шілде маусым айлары болу керек, ораза басталып жатырған. Біздің үйдегі адамдардың барлығы ораза ұстауға дайындалып жатыр екен, мен эксподан келген кезде. Мен де ораза ұстаймын дедім бірден. Сен ұйқың жаман, сен тұра алмайсың, сәресіне деп айтты да. Мен қатты ұйықтайтынмын ғой. Әлі де сондай. Сен тұра алмайсың, сен ұстай алмайсың деді маған. Мен былай ойландым, жоқ, мен ұстаймын дедім. Қадір түні болатын кез. Қадір түнінде мамам намаз оқиық дейді. Мамам да ол кезде тек қана таң намазын оқып жүрген ғой, бірақ ешкім білмейтін. Әже бір күні таңертең ерте тұрған кезде мамамды көріп қояды намаз оқып жатқан. Не істеп жатырсың деп сұрайды ғой. Мен анам намаз оқып жатырмын деп барлығын айтады. Бізге әжем де қызығып, сол маманың әсерінен, маманың себебінен намазға келген. Мен анам үнемі сөйтіп жалғыз тұрған кезде, ол кезде бізде дәретханада далада болатын, дұға еткен ғой, мен қасыма адамдарды көбейтші, мен далаға өзім шығуға қорқам, таңның кез қараңғы ғой, өзім шығуға қорқам, мен қасымда қатарымды көбейтші деп. Сөйтіп әжем келді, одан кейін мен келдім. Иншалла. Сізде яғни үйіңізде мамаңыз да бірінші намаз бастады? Күшті. Бірінші анам бастады. Мен сөйтіп ораза ұстадым. Анамның әжемнің намаз оқитынын білген кезде мен де намаз оқимын деп айттым. Андай бір ішімде бұрын намаз оқитын адамдар туралы біліп, орамал таққан адамдар туралы бір ештеңе ойламайтынмын да. Бірақ үйдегілер намаз оқып ораза ұстаған кезде мен де бірден солардан қалмаймын деп бірден ұстап кеттім. Алла тағала айтады ғой, әрбір адамның жүрегіне салып береді, сол адам ғана намаз оқиды, сол адам ғана иманның бір нұрын себеді дейді ғой. Мүмкін маған сол кішкентай кезімнен берген шығар деп ойлаймын да. Кейбір адамдар қанша жасқа келсе де қазір намаз бастай алмай жатыр. Мен солай өздігінен болып кетті, мен бір қатты қалап, ондай болған жоқ менің ішімде бір. Сөйтіп мен еше мамаға үйі болған. Ол кезде да, басында білмедіңіз ол нәрсені? Мен ешқандай сөзін білмедім. Мен әжем таңнан бастады. Ол 2 айдай таң оқып жүрді. Ал мен алдымда бірден 5 уақытты бастап кеттім. Машалла. Оның үстіне мамамның артына тұратын болдым. Жамағатқа ұйығанда имамға ұйыдым деп айтады ғой. Сөйтіп айтып, мен мамаға ұйып оқитын болдым. Сөйтіп мамаға ұйып бір апта оқыдым. Бір апта жақсы болдым, маған таңға тұра алдым. Мамам бір күні қалаға кетіп қалды. Намаздың уақыты болып жатыр, менде намаз оқуыңыз керек, намаз оқуым керек. Мен бесіннің уақыты өтіп бара жатыр. Анамды күтіп, уақыт өтіп бара жатыр. Не істерімді білмедім. Анама хабарластым, мен не істеймін енді деп.
Менің анам маған әзілдеп, біздің үй жақта жаңадан көршілер көшіп келген болатын. Сол кісілердің үйіне барып оқы деп айтты. Мен ол кісілерді танымаймын, қорқамын баруға. Сосын жоқ, бара алмаймын дедім. Сөйтіп мен ноутбугымды аш, қағаздар бар деді, намаз оқуға арналған. Сөйтіп барлығын шығарып алдым да, жай намазын жанына осылай жайып қойдым, айналасына намаз оқы сөздерді. Сөйтіп бір апта оқыдым. Бір аптадан кейін ана сөздер маған жатталып қалды. Арнайы оқып жаттамадым намаздың сүрелерін, дұғаларын. Сөйтіп жатталып қалған болатын. Есте сақтау қабілетіңіз жақсы болып тұр ғой, енді Ол кезде мен есте сақтау қабілетім жақсы болды. баласыңыз өте жақсы болып тұр ғой, енді намаз оқимын деген мысалға сондай ниет, иә. Мен бірінші анама да дәлелдегім келген сияқты, мен таң намазына тұра аламын деген сияқты ше. Сөйтіп таң намазына да тұрып жүрдім. Сөйтіп сол жаз бітіп мен жаңа мектепке ауыстым. Жаңа мектепке ауысқан кезде енді подростықпын ғой ол кезде. Сөйтіп мамам мені, буллинг көп болады ғой ол кезде, сондайға ұшырамасын деп, жаңа ортаға тез үйренісіп кетсін деп, сол мектептің интернатына берген. Сөйтіп бір жыл сонда тұрдым. Ол кезде намаз оқуым өте қиын болды. Ол интернат қай жақта, Байғанинде? Сол біздің ауылда орналасқан, мектептің жанында. Біздің үйіміз шамалы алыстауда мектептен. Сонда жатқызған болатын. Ол жақта намаз оқуға рұқсат бермеді. Менің анам сол мектепте мұғалім болып жұмыс жасайды. Соның өзінде намаз оқыса да көрсетпесін деп айтты. Сөйтіп мен намаз оқимын. Бір бөлмеде ол кезде 4 қыз тұратын едік. Кішкентай қыз бар, менің 2 сыныптасым бар, параллель класста оқитын. Сол қыздармен тұрдық. Оларға білдіртпеу керек болды мен намаз оқитынымды. Сөйтіп барлығы ұйықтап қалған кезде оқитынмын мен. Немесе шкаф болатын, шкафтың ішіне кіріп оқыдым. Шкафқа сыя алдыңыз ол кішкентай? Ол кезде кішкентаймын ғой, сыйдым шкафқа. Тұрып, онда да киімдердің арасында қап-қараңғы тар жерде сөйтіп оқитынмын намазды. Бір күні шкафта намаз оқып болдым. Бір құрбым білет қасымдағы. Бөлмеде басқа қыздар отыр, соларды шығарып жібере алмай тұрды. Шкафтан киім қараған сияқты, шкафты ашып, мен не істейміз дейді. Мен білмеймін, шығарып жіберші деп ымдап түсіндіріп тұрмын ғой. Сөйтіп шығара алмады ана қыздарды бөлмеден. Сөйтіп мен жайлап шкафтан шығып, есікті ашып тұрған кезде жайлап көрінбей шығып кетіп қалдым. Бөлмеге қайтадан кірген кезде тәрбиеші келіп шкафтарды ашып қарайды. Мен сол кезде Аллаға шүкір еттім қатты. Себебі шкафты ашқан кезде ішінде мен орамалмен тұрсам, жерде жай намаз. Түсінбей қалар еді, не болып жатыр, не істеп жатыр деп. Менің анама да сөз келер еді, маған да сөз келер еді. Сөйтіп Аллаға шүкір айттым. Одан кейін қасымдағы бөлмедегі қыздарға айтамын деп шештім. Бөлмедегі қыздарға айттым. Бірақ кішкентай қыз болды, ол түсінбейді ғой. Оғызға айтқан жоқпыз. Сосын сабаққа барып келем, кешке сөйтіп намаз оқимын. Бір күні түнде ана қыздар жыбырлап оянып кетеді ғой. Сосын маған былай қарап қалды да, кішкентай қыз. Шошып кеткен шығар, оны істеп жатыр. Сосын мен ана қыздың қасына бардым да, болды ұйықта деп ұйқылы ояу тұрған шығар дедім да, бүйтіп басынан сипап ұйықтап тұрсам. Содан кейін мен не істеймін деп шыққым да келіп жүр интернеттен, бірақ енді бір жыл жатып содан кейін шық деп айтты да мама. Сөйтіп мен намаз оқымай қалдым. Оқымай қалған кезде бір апта интернетте жатам, 5 күн демалыста үйге барам. Негізі әрбір демалыста жібере бермейді интернеттен. Бір демалыс барамыз, үйге бір демалыс бармаймыз. Бірақ мен енді ана мұғалім болған соң, мен намаз оқитын болған соң, мен әр апта үйге барып жүрдім. 5 күннің намазын қаза қылып, сол демалыстарда оқитын болдым. Барлығын жинап? Барлығын. 3 сағат оқитын болдым. Барлығын жинап? Барлығын, иә. Бір аптаның намазын барлығын жазып жүрем қағазға. Содан қарап, бір намаз оқып аламын, сызып тастаймын, тағы бір намаз оқып аламын, сызып тастаймын. Сол кездегі иманыма таң қалам, қаншама күннің намазы болса да үйге келіп, оны ерінбей оқып. Тапжылмай дейсіз ғой, 3 сағат енді мысалы. 3 сағат суда ішпей, жатып демалмай барлық намазды оқитын болдым. Сол кездегі табандылығыма таң қалам өзімнің.
қазір менде ондай табандылық жоқ сияқты болып көрінеді. Ол да тағы бір Алланың жүрекке салып қойған иманы, нығметі, нұры деп ойлаймын. Менің намазды солай қалдырмай, қаза болса да оқығаным. Барлық адамға айтатын едім, егер жұмыста, сабақта уақыты болмай қалса намазға, оны оны мүлдем оқымағаннан қаза қылып оқыған жақсырақ деп. Яғни жоққа қарағанда әйтеуір кешіктіріп оқысаң да бәрі оқы дейсіз ғой. Иә, ол мүлде жағдай келмей жатқан кезде болмаса, ал былай намаздарды уақытында оқыған өте дұрыс. Өте қызықты екен, шкафқа кіріп намаз оқыдым дегеніңіз. Мен мысалы шок болып тұрмын да, ондай мен өзім үйде мүмкіндік көп болды да, енді папа мамам намаз оқығаннан кейін соларға еріп оқыдық та бізде. Сол себепті да жалпы қаншама адам бар ғой, намазды мысалы ата анасы қарсы деген сияқты ше. Қаншама түрлі жағдайлар болып жатады, мысалға соның барлығында жеңетін бір нәрсе намазға деген ықылас қой. Ал орамалға қалай келдіңіз? Мен намазды 8-ші сыныпта бастағанмен орамалға бірден келмедім. Себебі жаңағы айтқандай анам сол мектепте жұмыс істейтін болды, мұғалім. Мен оқушы болдым. Жалпы біздің мектептерде орамал тағуға рұқсат бермейді ғой. Сол үшін маған да рұқсат бермеді. Менің анам да шамалы күте тұр, аттестатыңды алып ал, содан кейін тақ деді маған. Қарсы болған жоқ? Иә, қарсы болған жоқ. Папаңыз жағы қарсы болған жоқ па? Намаз оқуыңызға жалпы, орамал тағуға? Әрқашан біздің қалауларымызды қолдайды, біздің бастамаларымызды қолдап отырады, ешқандай қарсылық танытпайды. Бірақ сол ең алғаш орамалға келген кезде, мен орамал тағамын деп айтқан кезде, мені шақырып алды да, сен орамалды тақсаң, өмір бойы шешпейтініңе сенімдісің бе деп сұрады. Мен ойландым да, иә сенімдімін дедім. Мен таққым келіп бара жатыр ғой енді. Сөйтіп мен жаңа айттым ғой, анам аттестат алғаннан кейін тағасың деп. Яғни 11 бітіргеннен кейін тақ деп тұрмын. Мен соны миыма құйып алғанмын ғой. Аттестат алатын күні бардым, аттестатымды алдым, кешке класстастарымызбен отырыс болайын деп жатыр. Аттестатымды алып үйге келдім. Үйге кірген бойда мен енді орамалсыз шықпаймын деген менде ой болды. Үйден орамалсыз шықпаймын мен деп шештім. Бірақ оның алдында орамалға келейін деп жатырмын, анама айтатын болдым, сіз маған орамал тағуға рұқсат бердіңіз ғой аттестат алғаннан кейін. Мен неге менді? Киімім жоқ, орамалым жоқ деп сұрадым. Сол кезде менде қазір қаражат жағы келіспей тұр. Мүмкін сол менде қаражат болғаннан кейін тағарсың деді. Мен жоқ, аттестат алғаннан кейін тағасың деп айттыңыз ғой. Мен тағам аттестат алғаннан кейін. Менде ақша жоқ дейді. Білмеймін, бірдеңе қылып тауып беріңіз деп айттым. Сөйтіп мамам өзінің сіңілісінен қарызға ақша алды. Сол сіңілісімен бірге, мен нағашы әпкеммен бірге қалаға бардық. Қалаға барып, бір көйлек алдым, бір юбка, кофта, 2 орамал алдым. Сөйтіп келдім. Келгеннен кейін, аттестат алғаннан кейін үйге кірдім дедім ғой. Сөйтіп, мен енді орамалсыз шықпау керекпін деген менде түсінік қалыптасты. Біздің үйде баня бар. Сөйтіп баняға тазалап келуге шықсам да, басыма орамал тағып алып баратын болдым. Әлі орамалға келген жоқпын. Бірақ соның өзінде сөйтіп аттестат алғаннан кейін бірден орамал тағып кеттім. Көбінесе аттестат алғаннан кейін қыздар керісінше көйлек іздейді ғой. Мысалға кешкісін отырмаққа барамыз, отырыс болады, мен бұл күнді тойлау керекпін деген сияқты көйлек іздейді. Ал сіз керісінше орамалға келемін деп. Әрі басқа қыз келіншектерге, қыздарға үлгі болады деген ойдамын. Керемет, рахмет. Ал енді аттестат алдыңыз, иә? Содан кейін жалпы діни оқу ордасына түсуге не түрткі болды сізге? Қандай оқуға түсем екен деп көп ойландым. Біздің сыныпты 10-шы класстан бастап 2 сыныпқа бөліп тастаған. А класы биология, химия, А класы география, физика. Мен А класында оқыдым. Сол үшін мен медицина жағын таңдай алмадым. Биологияға да аса қатты қызықпадым. Физикаға да жоқ болдым бір жағынан. Мен есеп жағынан қатты қиналам, өте нашармын. Әдебиет жағына жақын болдым. Бірақ мен алдымды ойладым, мұғалімдерге де рұқсат етілмейді орамал тағуға. Мен мұғалім бола алмаймын. Не істесем екен деп жүрген кезде, менің құрбым орамал таққан болатын.
ол Нұр Мүбарак деген университетке түскелі жатырмын деп айтты. Сосын мен де интернетті ашып Нұр Мүбарак университет туралы іздендім. Сосын мамаммен ақылдастым. Мен анам да мені қолдап, біздің үйде дін туралы ешкім білмейді, біздің ауылда да ондай бір ұстаздар болмады білім алатын. Сен оқып келіп бізге үйрет деді. Сөйтіп маған үйдегілер батасын беріп оқуға шығарып салған болды. Машалла, қандай керемет оқиға, иә, сіздікі деген. Иә. Жалпы солай ғой, әрбір адамның жалпы діни жолға түсуіне, тіпті дін оқуына, оның барлығы да бір Алланың қалауымен, Алланың жолдамасымен болатын нәрсе, иә. Яғни Алла тағала сізді сондай діни жолды таратуға лайық көріп тұрғаны ғой. Орамал тағу кезінде бір қандай да бір қиындықтар болды ма? Мен орамал тағу кезімде өзімнің тарапымнан, отбасымның тарапынан ешқандай қысым, қиындықтар болмады. Мен өзім орамал шешу туралы ешқандай ойламадым. Себебі Нұр Мүбаракқа бардым. Нұр Мүбарак шынымен нұрлы орда деп айтар едім. Себебі мешіт бар, адамдар бар, адамдардың барлығы орамалда, барлығы бір-бірімен танымаса да ассаламу алейкум деп амандасады. Менің отбасымда ешқандай қарсы болмады. Сол үшін менде орамалды шешу туралы жаңағы нәпсім тарапынан қиындықтар болмады. Кейбір адамдардың тарапынан қысым, қоғамдық қысым болады ғой. Менде ол да болмапты. Шынымды айтсам, Алланың маған деген мейірімі деп ойлаймын. Көп қыздардан еститінмін, автобуста маған осылай деп айтты. Көшеде кетіп бара жатса, маған бір адам осылай деп айтты деп. Сосын менде ондай болмапты деп жүре беретінмін да. Сосын бір күні паркте келе жатамыз бір қызбен. Алдымыздан бір ата шықты. Біздің алдымызға былай жолымызды бөгеп тұрып алды. Мен қатты қорқып кеттім. Дәл сол күні айтқан болатын, менде ондай болмапты деп. Сол кезде ойладым, қазір бізге жаңағыдай тиіседі, орамалымызға тиіседі, айқайлайды деген бір ой болды ішімде. Ана ата бізге былай қарап тұрды да, сендер жарайсыңдар дейді ғой бізге. Риза болып тұрғаны ма да, ризашылық ішінде. Сендер мықтысыңдар дейді да. Қаншама адамдар негатив сөз айтып жатса да, жап-жас болсаңдар да, бізден қарағанда сендер күштісіңдер дейді да. Орамал тағып жүрсіңдер, осылай жастайларыңнан, ата-аналарыңа ризамын деп кетті. Сосын тағы да сондай жағдай болды. Жалғыз өзім университеттен қайтып келе жатырмын. Алдымнан бір апай шықты. Ол кісі де былай қолымнан ұстап тұрғызып алды да. Сосын мен ол кезде де қорқып кеттім, орамалыма тиісіп бір нәрсе сөйлейін деп жатырмын. Себебі ол ұлты орыс апай болатын да. Сосын ол маған қарап, молодец деп қарап кетті да. Басқа ештеңе айта алмады. Ты молодец деп осылай бетіме күліп қарап, бет орамалына сипап сөйтіп кеткен болатын. Сол кезде тағы да қуандым, Алла тағала мен осындай қоғамдық қысымдарға ұшыратпағанына, маған деген мейіріміне, қорғап қойғанына, иә. Ата кейбір кездерде мысалы автобустарда әсіресе орамал таққандарға көбінесе шеттетеді, кейде ауыр сөздер айтатындар да бар. Әлбетте енді әркімге Алла тағала көтере алатын сынағын береді ғой. Бірақ дей тұрғанмен де ондай адамдардың жалпы кездеспегені жақсы. Сол үшін де сіздің жолыңызда кездеспегеніне қуаныштымын. Қайта керісінше батасын бергеніне. Бірақ осындай қиындықтары бар қыздарға айтатыным, бұл жерде өзіңізге деген сенім және де сабыр керек деп ойлаймын. Менің басымнан кейбір қыздар айтатындай қиындықтар көп болмады. Бұл Алла тағаланың мейірімінен деп те ойлаймын. Бірақ кейбір қыздарда олай болмауы мүмкін. Олар қоғамның тарапынан, ата-анасының тарапынан, тіпті өзінің нәпсісінен көптеген сынақтарға ұшырауы мүмкін. Сол қыздарға мен айтқым келетіні, орамал тағу ол бірінші іштегі иманнан болады, іштегі сенімнен болады. Орамалды шешпеймін деген сенімнен. Орамалға махаббатпен келу керек деп ойлаймын, оны жақсы көріп келу керек. Біреу үшін емес, Алла тағаланың разылығы үшін, өзіміз үшін керек деп ойлаймын. Және де сабырлылық. Қиындықтарға сабыр етсеңіз, Алла тағала соңында
өзінің рахымдылығымен, өзінің мейірімділігімен өз нұрына бөлейді деп ойлаймын. Яғни алғашқы кезде орамалды енді тағып жатқан кезде как сынақтар көп сияқты болып көрінеді. Қоғам бір үнемі сізді шеттетіп, кекететін, мұқататын сияқты болып көрінеді, бірақ дегенмен де ол сынақтардың немесе қоғамның айтқан сын пікірлері шамалы уақыт айтылады, кейін ұмытылып кетеді. Тек ең бірінші айтады ғой, алғаш сабырдың белгісі ол алғашқы соққыға шыдамдылық таныту деп айтады. Сол сияқты орамал таққан кезде де алғашқы уақыттарда сондай бір сынақтар болады, бірақ оның егер де сіз дініңізге берік болсаңыз, ол ары қарай уже өршімейді, яғни ол нәрселердің барлығы да қалады деп ойлаймын негізі. Нұрай ханым, сізге көп рахмет, керемет сұхбат болды. Өзіме бір жақсы инсайттар алдым деп ойлаймын. Және де сіздің осы айтқан оқиғаларыңыз, басыңыздан кешкен хикаялар, осылардың барлығы да көрермендерге де қызықты болады деген ойдамын, пайдалы болады деген ойдамын. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, біздің жаңа айдарымыздағы жаңа тақырыпқа түсірілген сұхбаттарымызды көргілеріңіз келсе, біздің каналымызға жазылып болыңыздар. Сау болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.